Сәлем достар, қалайсыңдар? Ханым әпкелер каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мен Баян Сұлу, мен Дариға, Баян Сұлу екеуміз сурет салуда отуа ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты біздің алдымызда түрлі түсті қарындаштар бар. Біздің алдымызға бір зат беріледі. Сол затты айнытпай әдемі салса, сол затты ұтып алады. Олай болса ойынымызды бастайық. Ja, ойынымыз бастаймыз. Сендерге беретін бірінші затым ол шоколад. Марс. Міне, алдарыңа жақындатып алыңдар. Соны барынша ұмытпай кім әдемі қылып салады, сол алатын болады. Кеттік, бастаңдар. Уақытқа шектеу жоқ. Асықпай әдемі қылып саламыз. Жарайды ма? Biz уже біттік, қазір бағалайтын болады. Міне достар, балалар қараңдар мұны. Қайсыныкі ұқсады көбірек Марс дегенге? Меніңше негізі Дариғанікі қанықтау болған сияқты. Дариғаның суреті көбірек ұқсаған сияқты. Сол себептен Дариғаға береміз. Біріншісін үйтіп көңіл-күй түсірудің қажеті жоқ, Баян Сұлу. Алда әлі бақандай 4 зат бар. Келесі заттан мүмкін ұтарсың, Құдай қаласа. Ал енді екінші зат береміз, қазір. Ал енді қыздар, сендерге екінші зат. Екінші зат ол міне мынау әсем деген вафли. Осыны енді салатын боласыңдар. Алыңдар, алдарыңа қарай жақындатып. Давай, өлшеп боламыз. Ал беріңдер суреттеріңді. Ал енді көрейік кімдікі қандай шыққанын. Міне достар, үстіндегі Дариғанікі, астындағы Баян Сұлудікі. Мына қарасыңдар, қайсыныкі көбірек ұқсайды бұл жерде? Менше Дариғанікі көбірек ұқсайтын сияқты. Себебі вафлінің өзі, формасының өзі қиғаштан жатқан сенікі. Прям көлденең түсе салғанда. Рахат деген жазуыңда сенде, Баян Сұлу, ортасында тұр. А Дариғанікінде кәдімгі жоғары жақта бұрышта тұр. Сол себептен тағы да жеңісті Дариғаға береміз. Блин, а? Неге блин? Дұрыстап салу керек сол үшін. Келесі раунда жеңіске жетеміз. Точно ма? Точно. Әдемілеп сал сол үшін.
Достар, бізге 3-ші сәт келеді. 3-ші сәт келеді. 3-ші сәт сендерге, қыздар, енді мынау. Осы фьюз чай. Осы фьюз чайды саладын оласындар. Жақындап қойды. Жақындап, алдарыңа жақындатып алыңдар да. Бастаңдар. Жай. Dostlar, biz bitti. Hazır baqlaytın болады. Әкеліңдер. Ал, міне. Олар, қараңдар міне. Баян сұлудың фьюз чайы. Мынау Дариға қыздікі. Дариғаның кішкентай болғанда жазулары дұрыс көрінбей қалған сияқты. Дұрысы, бұл жолы жеңісті Баян сұлуға берейік. Ал, ұттың енді бірет Баян сұлу. Қыстылады, қаныңа. Есеп қанша болды? 2-де 1. Алда Дариға келе жатыр. Енді 2 зат қалды. Көреміз енді кімнің жеңіске жететінін. Жеңіске жететін Сияқтысың ба? Болды. Келесі зат Қазақстан шоколаты. Шылай, қара болында салуды бастаймыз. Бастаңдар енді, асықпай, әдемілеп. Дариға үлкен жоғып салуға тырысады ма? Астыңғы жағына қарай салсай, бір қатарға сала бермей, төмен жақ қарай сал. Соқтан сәл үлкен жоғып салыңдар. Көрінетіндей етіп. Әкелдер, беріңдер. Жақыннан көрсетейік балаларға, достарымызға көрсетейік жақыннан. Міне, қараңдар. Кімдікі көбірек ұқсайтын сияқты. Күннің суреті бар, бүркіт бар, Қазақстан деген жазу бар. Тек берде артықшылығы, рахат деген жазумен оюве, Баян сұлудың оювен тоқым болып кетіпті. Енді оны санайық, оюға жарайды мақұл. Қиындау түскен шығар. Бұл жолғы да жеңісті Баян сұлуға береміз. Себебі бұрышындағы рахат деген жазуымен оюы салынған, толқын болса да жүр оюға ұқсатқан. Есеп 2-де 2. Енді соңғы зат бұл кирешки, флинт. Енді осыны саласындар. Осы шешек қайсының жеңімпаз болатындарыңды әдемілеп салындар енді барынша.
бірінші Флинт. Бұл Баян Сұлудікі жазулары, сырлары, керешкелері бәрі бар. Ендігі Флинт керешкенің суреті. Дариғаныкі. Бұл жерде пияздары анық түсіпті. Бірақ сырларын Дариға анық сала алмапты, е? Ал Баян Сұлуда кәдімгі сырлары үш бұрыш бұл тесіктеріне дейін сырларын салыпты. Сол себепті жеңісті Баян Сұлуға береміз. Алыңдар суреттерінді. Сонымен есеп 3-2. Жеңіске кім жетті? Мен. Сен жеттің, е? Сен үлкен болған кезде жеңесің ғой. Иә, Дариған айтқысы кеп жатқаны, сенің жасың менен үлкен, сол себептен сен жеңіп тұрсың деп тұр, е? Келесі жыл жеңеміз, е, Дариға, е? Иә. Келесі жыл әдемі қылып салатын боламыз да, Баян Сұлуға бірде-бір суретті ұтқызбайтын боламыз. Барлық зат ұтып алатындай боламыз, е? Иә. Достар, осымен ойынымыз бітті. Біздің каналымызға тіркеліп